Қазақстандық зейнетақы мәселесі мәжілісте тағы да қызу талқыға түсті. Бүгінгі жалпы отырыста ол туралы заң жобасының екінші оқылымы сынға алынды. Сондай-ақ депутат Жұматай Әлиев ислам мемлекеті деп аталатын содырлар тобының қаупіне байланысты әлеуметтік желілерді құлыптау мәселесін көтерді. Тақырыпты тілші толықтырсын. Төменгі палата депутаттары күн тәртібіндегі 8 заң жобасын бір ауыздан мақұлдап тастап, бүгінгі жиынды бірыңғай депутаттық сауалдар жолдауға арнады. Әсіресе ақша саясаты мәселесіне баса мән берді. Олардың айтуларынша мәселелер несие мен жинақтаушы зейнетақы қорына түсетін қаржы мөлшері біраз күдік тудырады. Мәселен, Нұртай Сабильянов үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтен мемлекеттік банктер беретін несиелердің неліктен мәселелі несиеге айналып шыға келетінін білгісі келеді. Бұқаралық ақпарат құралдарынан белгілі болғандай, 35 проблемалық кредиттер, жобалар Қазақстан даму банкінен Қазақстан инвестициялық қорына берілген. Не себептен мемлекеттік банк берілген кредиттер проблемалық кредиттерге айналғанын ашық ешкім айтпайды. Нұр Отан партиясы парламенттік фракциясы басшылығына аталған даму институттарына осы проблемалық кредиттерге байланысты мәліметтер беру туралы бірнеше рет жіберген сауалдарға жауаптау толық берілмеген. Ал Азат Перубашев халықты зейнетақымен қамсыздандыру жөніндегі заң жобасының екінші оқылымында құптамады. Ол үкіметке Қазақстанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан бөлек тағы бірнеше жеке қор құруды ұсынды. Нужен еще и жесткий контроль за расходной частью. Шығыс бөлігін қатаң бақылау қажет. Мемлекеттік органдардан жинақталған қаржыны берекелі көзқараспен қамтамасыз етуді сұраймын. Мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаржысын пайдалану мәселесін қайта талқылауды жөн санаймын. Және жалғыз мемлекеттік қордың монополиялық жағдайын ғана емес, екі-үш мықты жеке қордың бәсекелестігін енгізген дұрыс болады деп есептеймін. Себебі жалғыз мемлекеттік қордан тиімсіздіктің аса зор қаупін күтуге болады. Мәжілісмен Жұматай Әлиев болса, депутаттық сауал жолдау барысында лаңкестер қаупіне байланысты әлеуметтік желілерді құлыптау мәселесін көтерді. Оның айтуынша әлемнің барлық елдері соған қатысты түбегейлі шаралар қабылдап жатыр. В последнее время весь мир сотрясает сообщение. Соңғы уақытта ислам мемлекеті әрекеттері туралы хабарлар бүкіл әлемді дүрліктіріп отыр. Қазақстанда да ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәлімінше шамамен 400 азаматымыз отбасымен бірге кетіп қалған. Сондықтан бүгінде бірқатар шараларды қабылдау туралы мәселе туып отыр. Меніңше түрлі секталар мен қоғамдық бірлестіктермен жұмыс істеу қажет. Бізде шетелдің күмәнді жоғары оқу орындары бар. Оларды да ерекше назар қалу керек. Қазірдің өзінде Facebook, Контакт, Mail.ru сайттарын қарап көрсек болады. Онда террористердің парақшалары бар. Осылай дей келе депутат неліктен Қазақстанның әлеуметтік желілерін бақылайтын Қытайдың арнайы бағдарламасына ұқсас бірдеңе жасамасқа деген сауал тастады. Еуропада бірыңғай полиция бөлімшелерін жасақтап жатыр деген олардың да ислам мемлекеті содырларымен байланысты аккаунттарды анықтап құлыптап отыратынын атап өтті. Еркеғали Болатұлы, Ахмедияр Дулатұлы, Қазақ Ньюс, Астана.